барлық келіндердің проблемасы осы кешке не тамақ істеймін шығар. Бүгінгі менің проблемам кешке не тамақ істеймін. Ондай проблема менде ғана ма, бәріңізде бар ма? Дала қарасам, декабрьде жаумаған қар февральда келіп барып тұр ғой. Содан туф, мына ауа райдың өзі қуама дедім да. Содан не істеймін деп қуанып пепсимді ішіп тұрсам, пепсимді қалды ойланайын десем, туф, бітпейтін пепсиді мынау кезде мынандай кезде біте қалған еш, ойлана тұратын шамалы деп ойланып келіп мен басыма бір идея келді. Ох ты дедім да. Күйеуіме барсам, күйеуім жатыр екен, телефон қарап, бүгін не тамақ істеймін десем, білмеймін дейді. Осы сен білмеймін дегенді қашан қоясың? Қазір бір тамақ істесем, неге мынандай тамақ істемедің дейсің ғой дедім. Өзімнің қулығымды пайдаланып, давай мені ас үйден бүгін босатшы, бүгін чекен заказ берейікші десем, иә жарайды онда дейді. Мәз болып кеттім да. Мына самсаны қалай пісіріп тастағанымды білмеймін. Самса, булочка бәрін пісіріп тастаған соң ғой, пысықтанып, қасына сорпа істеп қойдым ғой. Әшейінде жаппайтын булочка пісіріп, мынандай булочка негізі пісірмеймін деген. Студент кездегі булочкам есіме түсіп кетті. Осыны 70 теңгеге сатып алатын едік. Ішіне орехпен сонымен айтып бүйтем, анау мынау пісіремін дегенше чекембек еді. Оны жеп алдық. Бізге ас болсын, кешке сіздерде не тамақ болып жатыр? Комментарийға жазып кетіңіздер.